Телефон ұзақ сыңғырлады. Трубкадан марғау мысық дауысты әйел үй үшін хал-жағдайымды сұрап, іші бауырыма кіріп бара жатыр. Тәтті тілімен әңгімеге тартып, дәл бір бұрыннан етене таныс кісідей емеурейді келіп. Әңгіменің басында «Бұл кім?» деген сұрақ туындаса да сәлден кейін мәселе айқындалды. Мен де көпті көрген жігітпін ғой. Бұлтылдатпай әңгімені төтесіне бұрдым, дөп басыппын, бикештерыққа көнейін деген сыңай білдірді. Әй, не бопты, қоңырау соққан өзі, менің ештеңеңде тайсақтайтын ретім жоқ қой. Сонымен свиданияны жүргіш жігіттер жақсы білетін, думаны таңға дейін тарқамайтын қаладағы белгілі орында кешкі сағат 9-ға белгіледік. Құланның қасынуына, мылтық басылуына дегендей, үйдегінің де балалармен төркіндеп кеткені мұндай жақсы болар ма? Кәдімгідей делебем қозып, жасырып қойған жерімнен бір кешке жетеді-ау деген соманы қалтаға басып, сыланып-сипанып, уәделескен жерге бір шама ерте келдім. Сағат тілі әлі кешкі 9-ға жете қоймаса да, кафеде әлдеқашан думан қызып жатқан екен. Пісірілген шашлықтың сірке суының, арақтың иістері қолқаға соғып, басыңды айналдырады. Бөгде көзден таса кабиналардан әйел еркек дауыстары гүжілдей сыңғырлай естіледі. Өрімдей жас даяшы қыздар зыр жүгіріп, кабинадағыларға тамақ тасумен әлек. Залдағы әсем безелген шеттеу тұрған үстелдердің біріне келіп жайғасқаным сол еді. Алжапқышы кіршіксіз таза, қолында ас мәзірі бар сұлу қыз жаныма жетіп келіп амандасты да басын иіп тұра қалды. Мен Тамара апайды сұрадым. Ол қазір деп сырт айналды да сәлден кейін сыры кетсе де сыны кетпеген сырлаяқтай ажарлы кезінде жас хас сұлудың өзі болған, жасы 40-ты қырқаласа да көрініп тұрған толықтау әйелді ертіп келді. Отырсам бола ма? Деген ишараны әдемі көздерімен аңдатып баппен қарсы алдыма жайғасты. Әр қайсысында добалдай алтын жүзіктер, жалт-жұлт еткен мінсіз саусақтары. Сыртылдап нәркес көздерімен маған сынай қарап жауап күтіп отыр. Мен Гуляны іздеп келгенімді, осы жерде сағат 9-ға кездесетінімізді, уәделескенімізді айтқаннан соң ол жайдарланып орнына нықтала отырды да, ол қыздың көп ұзамай келіп қалатынын, оған дейін бір шама әңгімелесіп отырайық, замандас екенбіз деп бір қойды. Мынаның бәрі менің жекеменшік дүнием деп айналасына қамти бір қарады. Ас мәзірін қарасам, тамақтары күндегі біз ішіп жүрген дәмдерден бір шама қымбат. Сонда да еркек емеспін бе? Бұйыртпаппын, басыңқырап бердім. Соң Тамара екеуміз дәл күнде көрісіп жүрген таныстардай шүйіркелесе әңгімеге кірістік. Ол осы қалада көптен тұратынын айтып, тұрмыста жолы болмай, құндақтаулы нәрестемен далада қалған соң әлдекімнің екінші әйелі болып өмір сүргенін, сонан кейін қолдауымен қоғамдық тамақтану саласында жұмысқа тұрғанын, кешегі меншіктестіру кезеңінде тағы бірер апайтөс жігіттердің көмегімен осы асхананы тиын-тебен төлеп өзіне оңай қаратып алғанын айтып, мен сияқты бейтаныс кісілердің алдында ақтарыла сөйлегеніне қарағанда ауылда өскен қарағымсың-ау деп пайымдадым. Жалғыз ұлы да өсе келе қайыр бермей, есірткіге әуес болып оны 2 рет үйлендірсе де келіндердің тұрақтамағанын, баласының қазір нашақорлықтан емделіп жүргенін айтып, бір кез егіліп те алды. Ащы судан 1-2 мәрте тартып алған соң, 2 беті балбұл жаңа алаулап, көздерінде ерекше ұшқын ойнап, оның өңінің де жасара түскенін жіті байқап отырдым. Осындай әңгіменің арасында есіктен әдемі киініп боянып алған, арығыма толығыма шалбар киіп, бөкселерін бұлтыңдатқан бар бүлдіршіндей
Сұлу қыздар кіріп келіп менің жанымдағы Тамарамен ишарамен амандасып залдағы бір есікке кіріп қарасы батып жатты. Көз қиығыммен байқап отырмын. Әлгі есікке жігіттер де кіріп бикештерді қолдарымен жетелеп шығып, таса кабиналарға жайғасып, думан сауық жалғаса берді. Осылай екеуміз әңгімелесіп отырған кезде әне сіз күткен сұлу да келді деп қолдарын çıtырлатып есіктің жаңа кірген бір бойжеткенді Тамара өзіне қарай шақырды. Жасы 20-ларға әлі жете қоймаған, талдырмаш бойлы, әдемі қыз жақын келіп біздермен амандасты. Ал енді бізді ғафу етесіз ағасы. Өзіңізбен танысқаныммен өте қуаныштымын. Сіз үшін есігіміз де құшағымыз да әрдайым ашық. Өзіңіз әлде таныстарыңызбен болсын келіп тұрыңыз деп сұхбаттасып менімен қоштасты да әлгі қызды кіріп шығып жатқан есікке беттеді. Қызбен сөйлескен бойдақ сымтетіктен естілген марғау дауысты таныдым. Думанды кешті одан әрі жалғастыру үшін біз де үстел үсті оңаша кабинаға көшірттік. Нөмірлерді бейберекет теріп едім, сізге түсіппін. Біздің апаймен бұрыннан таныс емессіз бе өзі, деп наздана сөйлеп Гуля маған қарай тығыла түсіп отырды. Шашлықтың дәмі жақпады ма, әлде баса ішкен арақ әсер етті ме? Біраздан кейін мен біртүрлі бейжай халге түстім. Сыртқа шығып таза ауа жұтып келейік дегенімде Гуля үрейленіп, есіктің алдында толы әлгілер машиналармен дайын тұр. Екеумізді апарады да басып тастайды. Одан да сәл күтейік, мына салқын ішімдіктерден ішіп отырайық. Кейін апайға айтсақ, өзі черный ходтан шығарып жібереді. Оған дейін бүгінгі мәселені қай жерге дейін өрбейтінін келісіп алайық деді. Тарифті сұрасам, бір мезгілдік рахат 5.000 таңға дейін 15.000 екен. Даяшымен есептесіп, сол жердегі буфеттен арақ шарап, ол пұл және алып қыздар кіре беретін есікке бас сұқсақ, Тамара апай үлкен үстелдің арғы жағындағы жұмсақ орындықта отыр екен. Бөлмедегі 7-8 жас қыз бір-бірімен сықылықтай күлісіп, біздерге көз астымен сынай қарап әңгімелерін жалғастыра берді. Тамара апайдың да бармағын бірер мыңды қысып, черный ходтан сыртқа шықсақ, кафенің қапырық ауасынан және күлімсі иісінен кейінгі түнгі салқын ауа жаныма майдай жағып, көңілім көтерілді. Түнгі сағат 12-лердің кезі. Гуля өзі сияқты қыздармен пәтер жалдап тұрады екен. Есіктері бөлек, бірақ бұл жерде ойын сауықтан құр емес сияқты. Бірақ кафедегідей дүрбелең думандатпағанмен әр бөлмеде кісілердің бар екені анық байқалып тұр. Гуля киім ауыстырып келіп, дастарханға өзіміз әкелген заттарды баппен қойып, болған соң бетіме сұрақты пішінмен қарады. Мен түсіне қойдым да келіскен ақшаны алақанына салдым. Арақты ашып, 2 ыдысқа шүпілдете құйып, тілек айтып көтеріп тастадық. Үп-үшкір тілін шығарып, еріндерін жалап-жалап қойғаннан ақ, оның жас болса да өз ісіне біраз маманның үйренгенін байқадым. Осылай біраз уақыт өтіп, 1-2 тостан кейін шам сөндірілді. Қызулар басылған соң құшағымда жатқан қыз еңіреп жылап, өксігін біразға дейін баса алмады. Әншейін сізді көріп, әкемді көргендей болдым. Кешірерсіз ағай. Мінезіңіз де өте ұстамды екен. Кейбіреулердей басына сөйлеп, табалаған рай танытпайсыз. Сосын бір ішімдегі шерімді тарқатқандығым ғой. Өзіңізге бір жарылығым келіп отыр. Түн ұзақ қой. Кәне және арақ ішейік, темекіңізден беріңізші деді де шамды жағып жаныма келіп отырды. Мектепте үздік оқыдым деп бастады ол сөзін. Бөтелкедегі арақты құйып жатып. Ауылымыз қаладан алыстау болғандыкіме бізде салт дәстүр басқаша болды. Үлкенге бажырайып бетіне қарау, тіпті бейтаныс кісілермен сөйлеспек тұрмақ, олардың маңына да жоламайтынбыз. Әсіресе қыз балаларға тыйым салынған нәрселерге көбірек болатын сабақ, оқу, үйдің тірлік қамы
дегендей өмір бір қалыпты өтіп жатты. 8-ші сыныптарға келіп мектептегі олимпиадаларға қатыса бастадым. Бірде мектептегі сынақтан жақсы өтіп, бір өзім ауданға баратын болдым. Әкем мінезі тұйықтау кісі еді, ал шешем болса жастайынан бала басты болып, үй тірлігінен ертелі-кеш көз ашпайтын. Ештеңемен ісі жоқ момын әйел. Ауданға бір өзіңді жібермейміз деп екеуі де байбалам салды. Үйге сынып жетекшім қайта-қайта келіп, болмаған соң мектеп директоры екеулеп әкемді әупірімдеп зорға көндірді. Сөйтіп, олар мені жетектегендей ғып аудан орталығына әкелмесі бар ма? Көп қабатты үйлерді бірінші рет сонда көрдім. Тас төселген көшелер, ағылған машиналар, абыр-сабыр, ерсілі-қарсылы жүрген кісілер көріп, қорыққанымнан жан-жағыма жалтақтай қарап берсем керек. Мектеп директор ағайым, осы Мәкеңнің қызын қалаға бірінші рет келуі сияқты деп күліп басын шайқағанда ғана есімді жиып ала қойдым. Жасымнан дәрігер болуды армандайтынмын. Содан болса керек, жаратылыстану, химия пәндерін ден қойып оқып, осы пәндерден сабақ беретін жасы егделеу ағайымның басын әбден қатыратынмын. Сол еңбегіме бола химия сабағынан алдыма жан салмайтынмын. Міне, бүгінгі аудандық олимпиада жарысында да химия пәнінен менен өткені болмапты. Сөйтіп, маған берілген сыйлықтармен қоса облысқа жолдаманы да қалтаға салып, үшеуміз кешке ауылға көңілді оралдық. Бәріміз біздің үйге келіп түстік. Апайым әке-шешеммен сүйінші сұрап, ауыз үйде дыбырлап жүр. Шешем қуаныштан өзінше бірдеңелерді күбірлеп келіп, менің маңдайымнан иіскеді. Әкем түк үндемей қолына пышақ алып қой қораға қарай беттеді. Сол күні үйдегілер кішігірім шашу той ырымнан істеді. Ауылдың әкімі, мектеп директоры, мұғалімдерім, сыныптастарым келіп құтты болсын айтып жатыр. Өмірімде бірінші рет біздің үйде өте көңілді той-думан кеш өтті. Осылай облыстық байқаудан да жеңімпаз болып оралдым. Облыс орталығындағы университетке емтихансыз қабылданатын құжатқа да қол тиді. Бірақ бізде дәрігер дайындайтын оқу орны жоқ. Ол үшін Ақтөбе, Қарағанды, Алматы сияқты үлкен шаһарларға барып оқу керек екен. Сөйтіп жүріп, ауылда озат оқушы қыз болып көзге түскенімді байқамаптын. Мыңдап мал ұстап, байлығымен ел аузына ілінген, жасы келсе де үйленбей жүрген бір көрші жігіт болатын. Сол үйге келгіштеп, әкемнің айналасын төңіректейтінді шығарды. Малға жем, алай-пұлай нәрсе, азық-түлік әкеліп тастап, әке-шешемнің көңілін аулайтын болды. Әрі өткенде, бері өткенде маған сұқтана қарайтын. Мен бұған пәленшедей мән бермеппін. Соңғы қоңырау соғылып, ұлттық тест сынағынан да мүдірмей өтіп, орта мектепті де бітірдім. Анама оқуға баратынымды айтқанымда, ол құптамайтындай рай танытты. Ал әкем бұлқан-талқан болып ашуланып, сені қысқа салым Мәлікке ұзатамыз. Оқу сенің не теңің, шошаңдама деп кесіп айтты. Мәлік дегені әлгі үйге келе беретін бәйшешек жігіт. Әкемнің айтқанынан қайтпайтын, томырақ мінезін білгесін, оның иілмесін сездім. Әрі ойланып, бері ойланып, ой түбіне жете алмадым. Өздігімнен кетіп қалуға қаражат мәселесі тағы бар дегендей. Сөйтіп күндер өте берді. Сыныптастарымның бәрі оқуға кетіп болды. Bir күні көшеде келе жатыр едім. Қасымнан шаңдатып бір мәшине өте шықты. Рөлде ауылдағы бір беделді жас ортасына барып қалған Тәкең деген кісі еді. Өзін онша сұйқаным сүймейтін. Осы ағайға мұңымды шақсам жәрдем бермес пе екен деген ой қапелімде санама сап ете қалды. Жатсам да, тұрсам да осы оймен әлекпін. Сөйтіп сол кісінің алдынан бір өтуге бел байладым да оның жолын торитын әдет шығардым. Арада 2-3 күн өтпей бұл ойым да іске асты. Бетіме қарап тұрды да, жарайды, тек құжаттарыңды ғана ал, кететініңді адам баласына айтпа, тіпті шешең де бұл туралы тіс жарма. Осыған келіссең жәрдемім дайын, деді ол. Мен келістім, ешкімге ештеңе айтпадым. Таң алаң елеңде бір киер киімімді үстіме іліп үйден жырылып
шықтым да ауылдың сыртындағы жол бойында өсіп тұрған шоқ ағашқа келіп тығылдым. Көп ұзамай таныс машина көрінді. Ол қасыма тоқтады да мен мінер-мінбестен зымырап жолға түсті. Артқы орындықта сұлап жатып, осы үлкен қалаға келіп бір үйдің алдына тоқтағанша басымды көтермедім. Көп қабатты үйге лифтіге көтеріліп, мұндай үйді де пәтерді де бірінші көруім. Газ да, ыстық су да қалған. Жағдайларының бәрі ішінде. Ағайым төменге түсіп, ол-пұл нәрселерді көтеріп, олардың шай қойып, тамақ пісіріп дегендей тірлік жасап, соңырақ тамақ желінген соң ұйықтап қалдым. Түн ортасында шошып оянсам, сенген ағайым мені аймалап жатыр. Бұлқынып көрсем, қарулы еркектің құшағынан шығып кетуге шамам жетпеді. 2 күн нәр татпай жылап жаттым. 3-4 күннен кейін әуелгі түнгі көрген хайуандықтарым қайта басталды. Бұл жолғы істегені өрескелдіктерін тілмен айтып жеткізу қиын. Айтқанын істемесең, байлап матап дегеніне жетті. Аямай соққыға да жықты. Және 2 күнге созылған тозақтан кейін түн ортасында ол мені мәшинесіне отырғызып, осы қаланың әлдебір жеріне әкеліп есікті ашты да итеріп түсіріп тастады. Сосын көп күнгі қорлаушым бетіме бір күліп қарады да құжаттарым салынған полиэтилен қалташаны қолыма ұстатты. Сұқ саусағын ерніне басып, маған қарай саусағын шошайтып, сұқ көрсетті де шу қара құйрық тартып кетті.